Сәлем, каналға қош келдіңіздер. Басты кейіпкерлер бір-бірлерінің жан жараларын емдейтін топ-10 дорамалар тізімімен таныс болыңыздар. 10-шы кек алу салтанаты дорамасы. Басты рөлдерді Сон Кеген мен Ли До Хен сомдайды. Мондоның мектеп кезінде зорлық-зомбылыққа тап болған қыз. Бірнеше жылдан кейін ол өзін мазақ еткен қыздан кек алғысы келеді. Оған көмекке сырт көзге көңілді көрінетін, әкесінің өлімінен кейін әлі ес жия алмаған жігіт Чу Южон келеді. Осылайша олардың ұзақ және қиын кек алу жолы басталады. 9-шы орман дорамасы. Басты рөлдерді Пак Хе Джин мен Чо Боа сомдайды. Балалық шағы есінде жоғары фантомдық ауырсынуды сезінетін Кан Сан Хёк ірі компанияның топ менеджері. Ол Миреннің орман алқаптарын құтқару қызметіне жұмысқа кіреді. Чоненже қылаңсыз оқиғаға байланысты алыстағы Мирен больницасына жіберілген дәрігер қыз. Жаңадан жұмысқа тұрған олар орманда орналасқан бір үйде тұрады. 8-ші махаббаттың апаттық қонуы дорамасы. Басты рөлдерді Хен Бин мен Сон Е Джин сомдайды. Оңтүстік Кореяның конгломератының мұрагері әрі өзін жалғыз сезінетін Сери парапланмен секіріп торнадоның әсерінен Солтүстік Кореяға өтіп кетеді. Онда ол Солтүстік Корея армиясының офицері Ри Чан Хёкты кездестіріп, оған ғашық болады. Ал Ри Чан Хёк әкесінің ықпалымен өз арманынан бас тартқан жігіт. 7-ші жүректен жүрекке дорамасы. Басты рөлдерді Чо Джон Мён мен Чуэ Хан Хи сомдайды. Психология жанрында бұл дорама антропофобиямен ауыратын Ча Хондо жайлы. Ол далаға керек кезде ғана шығады. Өзін өзгертіп емделгісі келген Хондо жүректен жүрекке кітабының авторы танымал психиатр Ко Юн Сокқа жүгінеді. Алайда ем алуға келген Хондо Юн Соктың өзіне көмек керек екенін біледі. 6-ші Бора Ди Бора дорамасы. Басты рөлдерді Юн Хин Мин мен Юн Ына сомдайды. Бұл дорама қарым-қатынас жайлы кеңес беретін танымал блогер Юн Бора жайлы. Ол өзін романтикалық қарым-қатынас бойынша нағыз маман санайды. Бірақ та бір күн ол жігіттің өзін алдап жүргенін біліп, онымен айырылысып кетеді. Жақын арада қызымен айырылысқан Ли Су Хёк Бораға көмекке келеді. Жаралы жүректер бір-бірлеріне тимеу болады. 5-ші басқа оқиын дорамасы. Басты рөлдерді Ерік Нун мен Сон Хе Джин сомдайды. Есімдері бірде екі қыз бір мектепте оқыған. Оларды әрқашанда салыстырып, біреуін әдемі оқиын десе, екіншісін жай оқиын деп атаған. Ал Пак Деген өзін болашақтан үзінді көре алатындығын байқайды. Оның тағдыры осы екі Хеенмен байланысты болады. Сонымен қатар ол болашақта көрген Хеенға ғашық болады. 4-ші Псих бірақ бәрі жақсы дорамасы. Басты рөлдерді Ким Со Хен мен Со Е Джи сомдайды. Аутизм синдромымен ауыратын ағасы бар Мун Кан Тхэ психиатриялық ауруханада санитар болып істейді. Ұстамды әрі сымбатты Кан Тхэнің өмірлік жоспары ағасына қамқор болумен ғана байланысты. Ол өз эмоциясын дұрыс көрсете алмайтын салқын мінезді Ко Мо Йонды кездестіреді. Ол Кан Тхэні бір көргеннен атып, оның соңынан ереді. 3-ші бұл аймақтың жынды жігіті дорамасы. Басты рөлдерді Чону мен Ойынсы сомдайды. Тез ашуланатын Новый Ю полиция қызметкері болған. Ол адамдарға сенуге қорқатын Ли Мингенді кездестіреді. Қиын кезеңдерді бастарынан өткізген олар бір-бірін бастапқыдан атпаса да, кейін жан жараларын емдеп ғашық болады. 2-ші бәрі жақсы бұл махаббат дорамасы. Басты рөлдерді Чо Ин Сон мен Гон Хе Джин сомдайды. Басты кейіпкер Чан Джи Ель психикалық аурумен ауыратын танымал жазушы. Ол ток-шоуға қатысып, жас психиатр Джи Ке Суды кездестіреді. Ойлары бір жерден шықпаған олар шоуда сөз таласып қалады. Джи Ельге ғашық болып қалған Хи Су өзінің өміріне басқаша қарай бастайды. 1-ші тек ғашықтар арасында дорамасы. Басты рөлдерді Ли Жун Хо мен Бон Джина сомдайды. Танымал футболшы болғысы келетін жасөспірім Ли Ганду сауда орталығы құлаған кезде Ха Мун Суды кездестіреді. Қайғылы оқиғадан Ли Ганду аяғынан жарақат алса, Ха Мун Су сіңлісін жоғалтады. Бірнеше жылдардан кейін өткенді ұмыталмаған Ганду мақсатсыз өмір сүреді. Әрі ол бұрынғыны ұмытып қалған Мун Суды қайта кездестіреді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.